осындай ең оңай рецептпен сіздермен бөліскім келеді. Кекс. Ең бірінші 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын 200 грамм қант қосамыз. Және де 1 ас қасық сода. Және де 200 грамм майонез керек. Осындай бір пачкасын қолданамын мен. Сосын өзіңіз венчикпен немесе осындай миксермен бәрін араластырсаңыз болады. Грамм ұн қосамыз, яғни 1 стакан және тағы да жарты стакан, 1,5 стакан неде. 300 грамм ұн және соны араластырамыз. Қоюлығы осындай болу керек. Енді осыны осындай формаларға қатты толтырмай құйып шығамыз. Кекстер тура магазиндегідей болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Алтынай.